Мен айтамын да, қазақтың жігіттері неге майдаланып баратсыңдар, а? Мен бәріне бірдей топырақ шашпаймын, бірақ көпшілігі сол ғой. Мен біраз, мысалы, комментарияларды оқып отырасың, сол жерде ауыздарына келген оттап атады ғой, мысалы. И то қатындармен сағаласып атады да, ана жерде ше. Қатындардың видеоларына жаңағы астына комментарий жазып, өздерін мықты қылып санайды ғой деймін. Соның біреуі бүгін менің бағана шығарған видеома комментарий жазып да, анауымды жеме, бір жерімді итерме, бір бәле деген сияқты. Ананы енді страшно оқуға даже страшно. Мен өзім алып кеттім, сөйттім да сасқанымнан оны блокқа тықтым. Не үшін? Себебі подписчиктердің ішінде ең маңызды подписчик отыр. Менің подписчиктерім ішінде. Ол менің ұлым. Түсінесіз ба? 10 жасар ұлым отыр. Сол оқып қоймасын, сол көріп қоймасын деп мен ұялғанымнан өшіріп тастадым. Жалғыз ондай менде емес, көп, мысалы, атақты әртүрлі адамдардың астына не бір сұмдық комментарийлер жазып атады ғой. Содан ақ білесің да, біздің қазақтың жігіттерінің майдаланып баратқанша. Бұл ұят нәрсе ғой. Қазақстанның дамып өркендеуіне қандай үлес қосып жатсыңдар? Дәл сендер. Айтыңдаршы. Хотя бы өздерінен туған балаларға жалко ғой. Қандай тәлім тәрбие беріп жатсыңдар? Бар достиженияларың сол ма? Анауыңды жегізіп отыратын. Жегізсең өзің анаңнан басташ, анаңа жегіз, әпкеңе жегіз, қарындасыңа жегіз. Айтарым сол майдаланған жігіттерге. Өкінішке орай.